Баршаңызға сәлем. Дәмді арнаға қош келдіңіздер. Бүгін дайындайтынымыз француз ұлтының ұлттық тағамы киш лорен. Ең бірінші онды електен өткізіп аламыз. Одан кейін орта шай қасық тұз және 1 қасық қант саламыз. Одан кейін тоңазытқан шыққан майды саламыз. Араластырып үгітеміз. 1 жұмыртқа саламыз. Қасықпен араластырып ең бірінші. Одан кейін қолмен араластырып қамырды ақырындап жинап аламыз. Кішкене 15 минутқа демалдырып қоямыз. Жұмсақтығы осындай болу керек. 15 минут өткеннен кейін қамырды жайып, қалың қылмаңыздар да, жұқа қылмаңыздар, орташа қылыңыздар. Сосын табамызға саламыз. Қамырдың шеттерін биік қыламыз, шамамен 4 см қылып. Өйткені қазір начинкасын құйған кезде ішіне сыртына бәрі ағып кетпес үшін. Айырмен кішкене тесіп шығыңыздар. Одан кейін қоспасын дайындаймыз. Жуаны, пиязды ұсақтап тураймыз. Одан кейін саңырауқұлақты 4 бұрыштап ұсақтап тураймыз. Одан кейін тауық етін ірілеу қылып тураймыз. Енді бәрін қуырамыз. Ең бірінші жуаны жұмсарғанға дейін қуырып аламыз. Кішкене жұмсарғаннан кейін саңырауқұлақты саламыз. 1 минутта араластырып қуырамыз саңырауқұлақты. Одан кейін туралған кесілген тауық етін қосамыз. Тұз саламыз 1 қасық, шай қасық. Одан кейін қара бұрыш, дәміне қарай. Тағы да араласып қуырамыз. Пісіп болғаннан кейін алып тастаймыз плитадан. Енді осы уақытта ішінде қимасын дайындаймыз. Ол үшін көк жуаны тураймыз. Одан кейін 3 жұмыртқаны жарып, жарғаннан кейін 2 ас қасық қаймақ салдым. Негізінде оригинал рецептінде сливки болу керек. Бірақ мен қолымда сливки болмағаннан кейін сметана құйдым. Сметана менде 20%-лық 2 ас қасық салдым. Енді бәрін араластырамыз жақсылап. Одан кейін сүт қостым, шамалап 100 мг-дай. Жаңағы туралған көк жуанымызды салдым. Енді қоспасын бәрін жинаймыз. Піскен қоспаны жаңа қамырдың ішіне саламыз. Жақсылап жайып шығыңыздар. Одан кейін құймасын ішіне құямыз. Шамамен пеште қызып тұрған 180 градуста 30 минут пісіреміз. 30 минут пісіп болғаннан кейін қайттан алып шығамыз да жаңағы кишімізді, теркадан өткізілген сырды саламыз бетіне. Одан кейін қайттан жібересіздер 10 минутқа пісіруге. Осындай дәмді киш лорен шығады. Астарыңыз дәмді болсын.